Жігіт қызы екеуі осы бөлменің ішінде 50 күн шыдаса, екеуі $5 миллион алады. Сәлем достар, сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін біз «Безупречная комната» деген фильмге қысқаша шолу жасайтын боламыз. Жақсылап ыңғайланып отырып, соңына дейін көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Бұл фильмнің басты кейіпкерлері Кэтрин және Майк. Фильмнің басталған сәтінде екеуі әңгімелесіп, 50 күн шыдасақ болды, $5 миллион аламыз. Ол бізге берілген үлкен мүмкіндік. Рахаттанып өзіңді еркін сезініп жүре бер дейді. Бұл бөлмеде тек қана бір үлкен диван, бір адамға арналған душ және бөлменің ережелері болады. Тамақ ішкілері келсе, кнопканы басса болды, бірден әкеліп береді. Ал жарық болса, сағат кешкі 10-да автоматты түрде өшіп қалады. Келесі күні олар ескі киімдерін өткізіп, орнына жаңа киім алып, тағда бір күндерін қиындықсыз әңгімелесіп өткізеді. Келесі күні Майк шыдай алмай, бір жерінде құрты бар адам сияқты жыбырлай береді. Қыз болса, йогамен айналысып, сағатқа қараушы болма, бұл деген алдамшы, деп екеуі күндерін өткізіп, ұйықтап қалады. Таңертең тұрып, екеуі біраз ойнайды. Арада бірнеше күн өтеді. Ешқандай өзгеріс жоқ. Күн, тамақ, ұйқы, тағы да күн, тамақ, ұйқы, ештеңе өзгермейді. Сөйтіп бір күні Майк бір қоңызды тауып алады. Өмірінде түк көрмеген адам сияқты оған қызығып, тамақтандырайын десе бөлменің ережесі айтады. Тамақ тек қана 2 адамға арналады. Сосын Майк, мына қоңызды өлтіргім келмейді, далаға шығарайық деп рұқсат сұрайды. Бірақ Кэтрин болса бұл дұрыс емес, деп екеуі бір-бірін жамандап ұрысып қалады. Сосын Кэтрин ренжіп, жылап тұрып, байқаусызда жаңа қоңызды басып кетеді. Арада тағы да бірнеше уақыт өтті. Майк көңіл көтеретін нәрселерді қолданайық дейді. Сөйтсе бөлменің ережесі бойынша әр адам 2 нәрсе ала алады екен. Бірақ әр алынған зат оларға $100 мың тұрады екен. Сосын Майк бірінші затты алып көрейін деп шешеді. Оған жап-жасыл бір борды береді. Қыздың көңілі толмай, сосын Майк қабырғаға жынды адам сияқты бір суреттерді сала бастайды. Сосын Майк шаршап, боры таусылып, қолын жуып бөлмесіне барады. Сол кезде Кэтрин ваннаға кіріп қалса, оқтаулы тұрған пистолет тұр екен. Олар бізді мазақ қылып отыр деп, қыз шамалы жынданады. Сосын оны не істерін білмей, дивандарының астына тығып қояды. Келесі күні Майкқа видеоменен әпкесі хабарласып, екеуі жақсы сөйлеседі. Содан кейін бірден бір шал Кэтринге звондап, оның көңілін түсіріп жібереді. Сөйтсе, ол қарттар үйінде екен, және ол қыздың әкесі екен. Арада шамалы уақыт өтіп, 19 күн қалады. Екеуі депрессияға түсіп, не істерлерін білмей, бір кезде Майк, менің қолымнан келмейді дейді. Кэтрин болса, онда бағанағы екінші көңіл көтеретін затты алып көр дейді. Сонда екінші заты жалаңаш қыз екен. Сөйтіп жігіт ақталып, оны мен таңдаған емес, оны таңдаған мен емес деп арада біраз түсініспеушілік болады. Кэтрин жігітін қатты қызғанады. Сөйтіп түнге қарай бір проблема басталады. Диван тек 2 адамға ғана арналған екен. Сосын жігіт, мен жерге жата салайын дейді. Ал бағанағы жалаңаш қыз болса, жата алмайсың, өйткені жер бетон дейді. Сөйтіп келісіп үшеуі бір диванның үстінде, көңіл сыйса барлығы сияды деп ұйықтауға шешеді. Таңертең Кэтрин ұйқысынан тұрып, анау қызды кетіп қалған деп ойлап, енді қуанайын десе ол ваннаның ішінде жүр екен. Сосын Кэтрин есінен адасып, мен де көңіл көтеретін заттарды қолданып көрейін дейді. Оған бір дәрі береді. Оны үшеуі қабылдап, шөп шеккенмен бірдей болып қуып кетеді. Сөйтіп әбден қуып болғаннан кейін Майк бірден жерге құлайды. Оның көз алдына бассейнде батып бара жатқан бала елестейді. Сосын қатты шошып ояна алмай жатса, оны Кэтрин оятып, біраз жұбатып, өзі ұйықтап қалады. Сосын жігіт есін жиып, бағанағы жалаңаш қыз екеуі әңгімелесіп отырады. Сөйтсе бағанағы батып бара жатқан баланың інісі екен. Майк оны құтқара алмағаннан кейін қатты қайғырады. Ал қыз болса, мен де анамды жоғалтып алғанмын деп, екеуі бір-бірін жұбатып, қолдарынан ұстап қалған кезде
Кетерин оянып оларды көріп тағы да қатты қызғанады. Келесі күні ұйқысынан тұрса, жаңағы қыз жоқ. Бірақ қабырғада мен бұндай керемет жігітпен бірге әлі болып көрмеппін деген жазу тұр. Соны көрген Кетерин жынданып, сен менің көзіме шөп салдың ба? Деп айқайлайды. Ал жігіт болса, жоқ, оны бөлменің егелері бізді ұрыстыру үшін әдейі істеп жатыр дейді. Кетерин есінен адасып, Майкты итеріп жібереді. Жігіт басымен қабырғаға соғылып, есінен уақытша талып қалады. Сосын есін жинағаннан кейін Кетерин тұрып, кешірші, мен әдейі істемедім дейді. Ал Майк болса, ондай нәрселерге сенбе. Себебі мен сен үшін достарыммен араласуды қойдым. Сен үшін осында келдім деп, маған енді дәрігердің көмегі керек дейді. Ал Кетерин болса, жоқ, біздің ондай мүмкіндігіміз жоқ. Бөлмеден шығып кетсек ақшамыздан айырыламыз дейді. Сосын Майк, саған сонда ақша артық па? дейді. Қыз, жоқ, сен артықсың дейді. Майк, ондай болса кеттік, екеуміз бірге шығайық. Ақша бүгін бар, ертең жоқ дейді. Сосын екеуі біраз ұрысып, Майк, мен бөлмеден шығамын деп кетіп бара жатса, қыз пистолетті алып оны қорқытады. Сосын Майктың көңілі қалып, қыздың ақша үшін өмір сүретіндігін көріп, бәрібір бөлмеден шығып кетеді. Арада бірнеше уақыт өтіп, жүгіріп бара жатқан Майкты көреміз. Сол кезде Майк Кетеринді көріп қалып, қасына барып, сен ақшаны алдың ба? деп сұрайды. Қыз жауап бермейді. Сосын бізге қайырымдылық қорын көрсетеді. Осымен қыз ақшаны алып, қайырымдылыққа жұмсағанын түсінеміз. Осымен фильм бітті. Достар, видео ұнаған болса, біздің каналымызға подписка жасап, лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше, сау болыңыздар.